Бағытты дұрыс табасың Шерлок-як. Гермиона қасында қылмыскерлер тұтылмас. Дәлелді тез табады Шерлок-як. Орта бойлы ақылды қылмысты болашады. Әділетті орнатады Шерлок-як. Шығып барамын. Шерлоктан бұрын табыңдаршы. Қара торғайды бопсалаған кім? Тынышталып, өз-өзіме келу үшін әуестенген ісіммен айналыспақпын. Аспапта ойнайсың ба? Жоқ, қасиетті Шаолинг ғибадатханасының шымшытырып ойынын ойнаймын. Қызық ойын ғой, иә. Жоқ, олай емес. Бұл Шаолинг ғибадатханасының тәжірибелі ойыншыларының ойыны. Бұл ойын ақыл ойынды дамытуға көмектеседі. Мұны үйрену оңай емес. Жас шәкірт, Янчи-чан шебердің жаттығуын үйренуің керек. Ол үшін мына домалақты дәл ортасындағы тесікке түсіруің керек. Бұл ойын сенің ақылыңды күшейтеді. Үйрендім. Мына домалақты тағы бір рет ортадағы тесікке түсіріп көрсем деймін. Ал енді тыныштал. Мен терең демалып, өзімді дайындауым керек. Қызық екен, қара торғай себетін тастап кетті ғой. Мына қоқыс салатын шашқан Гермиона! Мынаған қара. Қара торғай қоқыс шашығына құлпынай толы себетін тастап кетіпті. Дәмді сынай. Мына хайуанаттар бағындағы ең тәтті құлпынай ғой. Қырсығын-ай. Қызық, ол неге құлпынай толы себетін тастап кетті? Неге қалдырғанын білмеймін. Мен мұнда істі тергеу үшін келген. Қайырлы таң, Шерлок, қайырлы таң, Гермиона. Қайырлы таң, Тарбаған. Күндерің жақсы өтсін, қайтатын уақыттарында қоқыстарыңды жинап кетуді ұмытпаңдар. Жарайды, бірақ ойланып көремін. Қайырлы таң, пингвин. Қоқыс шашығындегі құлпынайды ойласам, аузымның суы ағып кетеді. Ойынды аяқтауым аз қалды. Менің көңілімді қалдырма, маған көңілсіз ән айтпа. Осы да жетер. Мына дауыс әбден ашуымды келтірді. Жарайды, былай істейік. Қара торғай тастап кеткен құлпынайды қасым алып келейін. Оларды қоқыс шашығында шірткеніміз жарамас. Бері кел. Мұнда кел. Құлпынай салынған себет жоғалып кетіпті. Қасқағым сәтте ме? Құлпынай дәптерге айналып кеткен бе? Осыған сенесің бе? Бұл дәптер менікі. Мен бұған өзімнің жақсы көретін әзілдерімді жазып жүрем. Қайдан тауып алдыңдар? Қоқыс тастайтын жәшіктен. Қызық естіле ме, Иә. Дәптеріңді онда кім салып кетті деп ойлайсың? Мұны біреудің ұрлап алғаны сенімдімін. Ұрлап па? Қандай ұрлық? Бәрі түсіндіріп айт. Жарайды. Сендерге барлық шындықты айтып берейін. Дәптерімді жоғалтып алған күні маған біреу қоңырау шалды. Ұры маған дәптеріңді қайтарып алғың келсе, серуенге шығатын орында қоқыс шашығына құлпынайға толы себет әкеліп сал деді. Мынау нағыз бопсалау ғой. Бұл маңызды жайт екен. Ұрының даусын таныған жоқсың ба? Жоқ. Мынауың жарамайды. Қылмыскерді табуымыз керек. Рас па? Иә, үш күдікті сол жәшікке қоқыс тастауға келді. Сол үшеуінің бірі ұры болуы ықтимал. Солай емес пе, Гермиона? Тарбаған, пингвин және орангутан. Өте дұрыс. Кім болса да өте ақылды екен. Мына дәптердің беттерін рет-ретімен дұрыстап тігіп қойыпты. Бұған дейін парақтары жыртылып, беттерін таба алмай дал болатынмын. Мынаны тыңдаңдар, мұны естсеңдер шектерін қатып күлесіңдер. Қызғылт қиғаздар неге бір аяғын көтеріп ұйықтайды? Себебі екі аяғын бірдей көтеріп ұйықтаса, олар құлап қалады. Қызық қой. Рахмет, Қара торғай. Кеттік, Гермиона. Күдіктілерімізге барып тергеп қайтайық.
Шерлок, қалай ойлайсың? Сенің мына ойыныңды мен ойнай аламын ба? Мұны ойнай алатыныңа күмәнім бар. Алдымен 4 қасиетті бойыңа сіңіруің керек. Олар шеберлік, төзімділік, күш және тағы да күш. Күш деп 2 рет айттың ғой? Себеп сен әсіресе мықтылықты игеруің керек. Кәне барып тарбағанды тергеуіміз керек. Ей, киімімді жырттың ғой. Уайымдама, мұны әдейі жыртып қойдым. Кімнің жақсы тігетінін тексеру үшін. Тағы да сәлем тарбаған. Қара торғайды біреу қоңырау шалып қорқытыпты. Осыған байланысты тергеу жұмысын бастап кеттік. Не? Иә, сен таңертең серуендейтін алаңда не істеп жүрдің? Мына тосапқа қосатын біраз шөптер жинадым. Қазір ғана оларды дайындап біттім. Құлпынай тосабы. Қолыңды тартып оларды ретімен қойып қойдым. Мына сұрағыма жауап берші. Сен қоқыс жәшігін ашқан кезде оның ішінен құлпынай салынған себетті көрмедің бе? Мен ешқашан қоқыс жәшігіне бас сұғып қарамайын, бірақ онда құлпынайды кім тастауы мүмкін? Қара торғай, қандай ақымақ десеңші, қара торғайда хайуанаттар бағындағы ең жақсы құлпынай бар дей алмаймын. Дәл солай деген еді. Әттеген дұрыс айтыпты. Шерлок, сенің жеңің жыртылып қалыпты ғой. Ятай. Мен тігіп берейін, алдымен жіп салған қобдишамды алып келейін. Тарбағанның құлпынай тосабы қара торғайдікінен тәтті емес. Оның дәмін татқанда соны сездім. Өзі тамаша тігінші екен. Сөзіңнің жаны бар. Қара торғайдың дәптерін қаттап тігіп қоюы мүмкін. Ол кез келгеннің қолынан келеді. Оның рас, пингвин де тігін тіге алатын шығар. Не? Сендер қалжыңдап тұрған боларсыңдар, ақылдарыңнан адасқансыңдар ма? Әлде мен қоқыс жәшігін айналшықтап жүретін құсқа ұқсаймын ба? Менің отанда маңызды тірліктерім бар. Дұрыс айтасың, мынауың жақсы тігіліпті. Жақсы тігіліпті деймісің, тамаша деп айтқың келген шығар. Мен қызыл түске құштарлық атты жаңа топтамамен бүкіл әлемді таңғалдыратын болам. Мына киім ауа сияқты жеңіл екен. Мен тек жақсы маталармен жұмыс жасаймын. Маталарды өзім бояйтын кездерім де болады. Оларды өзім пішем, сондай-ақ өзім тігем. Маған өз туындымның сапасы ұнайды. Сендерден өтініш, менің уақытымды алмаңыздар. Бірақ серуенге шығып балмұздақ жеуге уақыт таптың ғой. Жай шабытымды ояту үшін жұрт қайтқан едім. Сонымен қоқыс жәшігінде құлпынай салынған себет көрмедіңіз бе? Шабытты қоқыс жәшігінен емес, табиғаттан аласың. Мен құлпынайды мүлдем ұнатпаймын. Қызық екен. Сенің алтын уақытыңды алмай-ақ қояйық. Сау бол, айдарлы пингвин. Сендерге қуана-қуана көмектесер едім, бірақ уақытым тапшы. Қанатыңды жарақаттап алғанымсың? О, ине кіріп кетті. Тігін тігіп отырғанда толқып кетем. Күшің көп екен ғой. Түсінікті. Айдарлы пингвин тігін тіге алады екен, бірақ құлпынайды ұнатпаймын дейді. Оның жұмыс жасайтын орында бір түрі жағымсыз еш. Құлпынайдың несі екеніне сенімдімін. Мұны қызықты деп ойламайсың ба? Мені тыңдап келесің бе, Шерлок? Осы жол қолына келетін сияқты. Сенің кесірінен жеңіп қалдым ғой. Негізінде сені жақсы ойыншы деп есептеймін. Сен де неге байқап көрмейсің? Әлбетте. Кейінірек. Енді кезек орангутангқа келді. Бұл оңай емес. Әрине, бірақ сен жақсылап тігіпсің. Шынымен солай ойлаймысың? Дағы жұқтырып алыпсың ғой. Иә, құлпынайдың дағы ғой. Қайдағы құлпынай? Міне, мына құлпынайдың. Олар күн секілді қызыл бауырсақ сияқты томпақ. Мен оларды жан-жақтан жинадым. Олар тәп-тәтті шырын татиды. Тәп-тәтті. Бәрекелді. Шерлок, орангутан қылмысын жасырып тұр деп ойламайсың ба? Оның ұстап тұрған құлпынайын айыра алмай тұрмысың? Олардың арасында қаралар бар ғой. Жоқ, орангутан мына құлпынайларды қайдан алып келгенін айтшы. Серуен алаңынан. Міне достар, керемет құлпынайлар осы алаңда өседі. Сарайған құлпынайлар ма? Жоқ, кейде арасында болып қалады, мұнда. Бірақ бұл менің өзгелерден жасырып келген жерім. Басқаларға айтпауларыңды Жаман сұрайын. емес, бірақ қара торғайдың құлпынайы бұған қарағанда дәмдірек. Рас па? Иә, түріне қарап дәмдірек деп ойлап қалып едім. Енді мына сұрағыма жауап бер. Қоқыс жәшігіне салған қара торғайдың құлпынай жеу ойыңда болды ма? Қоқыс жәшігінде құлпынай бар ма еді? Құлпынай салған себет жоғалып кетті. Сол үшін сенен сұрап тұрмын. Мен бананның қабығын тастағанда жәшікте дәптер мен біраз қоқыс жатқан. Ого, құлпынайға аллергияң бар сияқты ғой. Сөзіңнің жаны бар. Сонымен Гермиона, мен кімнің ұр екенін анықтадым.
Сонымен жас детектив, оқиға барысын жіті бақылап отырған болсаң, сенің де қылмыскер тапқаныңа сенімдімін. Басынан бастап қайталап өтейік. Қара торғайды біреу, егер себетке толық құлпынай әкелсең, жоғалтып алған дәптеріңді қайтарып беремін деп бопсалаған. Қылмыскер дәптердің парақтарын рет-ретімен тігіп қойған. Қара торғайды кім бопсалады? Тарбаған ба? Орангутанг ба? Әлде айдарлы пингвин бе? Оқиғаның шешімін бірнеше секундтан кейін жария етеміз. Сонымен ұрыны бізден бұрын анықтай аласың ба? Бәрі де оп-оңай. Тарбаған, сен қателікке бой алдырмайтын жақсы тігіншісің. Сонымен қатар дәптердің де әр парағын рет-ретімен тігіп отыруға ерінесің. Өзің құлпынай өсіреді екенсің. Саған қара торғайды бопсалау қажет емес. Орангутанг, сен құлпынайдың ең жақсысына қол жеткізу үшін амал айланың барлық түрін жасайсың. Дегенмен дәптердің парақтарын реттеп тіге алмайсың. Жәшіктің алтын ашқанында оның ішінде басқа да нәрселер жатқанын айттың. Шындығында ол жерге сенен бұрын келген біреу құлпынайды алып орнына дәптер тастап кеткен. Пингвин солай емес пе, иә? Себебі құлпынайды алған сенсің. Оның рахматы. Мен ұры емес дегеншімін. Қысқасы менің құлпынайға аллергиям бар. Иә, бірақ ол айланды мынау арқылы біліп қойдым. Сондай-ақ жұмыс орнынан құлпынайдың иісі шығып тұрды. Сонымен қатар көрсеткен қызыл киімдерің 100%-ға табиғи болып шықты. Сен қара торғайдың дәптерін ұрлап алып, оны бопсаладың. Оған құлпынай толы бір себет әкелсе ғана, дәптерді қайтарып беретініңді айтқансың. Және оны маталарыңды бояу үшін қолданбақ болғансың. Иә, ол құлпынай менің әлемде жасамақ болған туындыма керек болды. Енді сау болыңдар. Мен ұстай алмайсыңдар. Шарлот, қашып бара жатыр. Мерген екенсің, Шарлот. Сен сананы көздедің. Пингвин, тағы да біраз май жақ. Мен сияқты шығармашылықтың есі қоқыс алатын жәшікпен арпалысып жатыр дегенге сенемісің? Неткен масқара? Өттім ау әйтеуір. Жұмысыңды жақсы атқардың. Енді дәл осындай 99 жәшік майлап шығуың керек. Сәттілік. Қане, Шарлот, тамақтанатын уақыт болды. Жоқ, әуелі мына ойынымды аяқтап алуым керек. Болды, осында жетер. Қолыңдағын әкел. Міне осылай. Домалақты ортасына түсірдім. Енді тамақ жейік, Шарлот. Балапан телеарнасының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған. Редакторлары Бақыт Гүл